Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 14-ші сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырып уасыл хамзасы және тәмәрбута. Ал өткен тақырыптарымыз мінекей шәмсия және қамария әріптері. Және мынау екі бетті қосылып әріптердің қосылып жазылғандағы түрі. Осы екі бетті сіздерге оқуға беремін. Бүгін ертең уақыттарыңыз бар, уже арғы күннен бастап сабақтар күнделікті болатын болады. Уже полностью тәжвид қағидаларын өтеміз, кішкене ғана. И содан кейін Құранға түсетін боламыз иншалла. Қыздар, бүгінгі екі тақырыпты жақсылап түсініп алыңыздар. Мынау екі бетті жақсылап оқыңыздар. Иншалла сіздерден нәтиже шығады. Қыздар, уасыл хамзасы дегеніміз, мінекей мынадай белгі, яғни алифтің үстінде мынадай белгі келсе, ол уасыл хамзасы деп аталады. Ол басқа хамзаларға ұқсамайды. Уасыл хамзасының қызметі қалай? Мысалы, екі сөзді біріктіруші. Яғни, екі сөздің ортасында осындай алиф пен хамза келіп тұрса, немесе жай былай хамзаның өзі келіп тұрса, алиф пен ләмсіз, қай жағдайда болмасын, осындай белгі тұрса, демек екі сөзді қосып оқимыз деген сөз. Яғни, екі бөлек сөз тұрса да біз қосып оқимыз екі сөзді. Ол қалай? Мысалы, әл-азаби, бұл бөлек сөз. Енді мына жерде екі бөлек сөз тұр. Бұны қалай оқимыз? Минәл азаби. Ортасындағы уасылды оқымаймыз, одан кейінгіге қосып оқып кетеміз. Минәл азаби. Мысалы, иджална. Мына жерде тоже уә бөлек сөз, иджална бөлек сөз. Бірақ біз қосып оқимыз. Уәджална. Әл-масиру. Мына жерде уже қараңыз, екі бөлек сөз. Уә илайкәл масиру. Ар-рахиму. Мына жерде уже тоже хуа бөлек сөз, ар-рахиму бөлек сөз. Бірақ біз уасыл хамзасы тұрғандықтан қосып оқимыз. Хуар-рахиму. Исриф роббана сриф. Исма роббика. Исма роббика. Саббих исма роббика. То есть, егер Құранда мінекей осындай белгіні кездестіретін болсаңыздар, уже білесіздер. Бұл уасыл хамзасы, демек сөздерді біріктіріп оқимыз деп. Енді келесі тақырып тәмәрбута. Тәмәрбута дегеніміз мінекей мынау тә әрпіне қатысты ереже. Тәмәрбута дегеніміз әрпін білесіздер ғой сіздер, мынандай екі точкасы жоқ әрпін өттік қой, соған ұқсайды, бірақ тәмәрбута дегеніміз мынандай екі точкамен келсе, бұл тә әрпін білдіреді. Енді мына жерде қараңыздар, егер екі точкамен келсе, рақабатин, рақаба, хумазатин, хумаза, әл-қариату, әл-қариа. Енді бұны мен сіздерге Құраннан мысалмен көрсеткім келіп тұр, сонда түсініктірек болады. Қыздар, қараңыздар. Құранда бізде мысалы хумаза сүресін алайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қараңыздар, Құранда хумаза сүресінде аяттардың соңында, мінекей аяттың соңында не тұр? Бізде тәмәрбута тұр. Енді біз бұны қалай оқимыз? Уайлул ликулли хумазатил лумаза. Мынау тәмәрбута тә әрпі, бірақ мен неге деп қалдым? Өйткені мынау аяттың соңына келген кезде біз аяттың соңында тоқтайтын болсақ, демалатын болсақ, тоқтап қалғанбыз, тоқтағанда ол айналып кетеді. Уайлул ликулли хумазатил лумаза. Ал егер жоқ, мынау аятқа менің демім жетеді, келесі аятпен жалғастырып кетем деп оқитын болсам, мен қалай оқимын? Уайлул ликулли хумазатил лумазатил лази жама'a маля ва аддада. Көрдіңіздер ме? Жалғастырып оқып кеткен кезде тәні оқимыз. Тоқтайтын кезде бұны деп оқимыз. Бірақ біз көбінде әзірше осы тәмәрбута аяттардың соңында келген кезде жалпы аяттарды біртіндеп оқимыз ғой. Сонда деп оқи бересіздер аяттардың соңында. Ал бірақ былай сөздің ортасында келсе, аяттың ортасында келсе, бұны деп оқисыздар. Тек аяттың, мінекей, мынау аяттың аяқталған сөз, аяқталған жерінде тоқтасаңыздар ары қарай жалғастырсаңыздар деп оқисыздар. Түсінікті ғой, мінекей. Тағы бір оқып шығайық енді. Енді қараңыздар. Мутаххараттан. Мутаххара. Осы бетті енді мусодатун, мусода.
бихижаро. Яғни бұл жерде сіздерге түсінікті болу үшін тәмәрбутамен және әріпмен келтірілген. Негізгі жаңағы Құранда айтылғандай. Жақсы ма қыздар? Осы бетті мынаны 15 рет, мынаны 15 реттен түсініп оқисыздар иншалла. Қыздар, сосын сіздерге тағы бір үй тапсырма. Мінекей мынау екі бетті оқисыздар үйде өздеріңіз. Вот. Уже сіздер оқи алатындай дәрежеге жеттіңіздер иншалла. Басынан екі қатар, ортасынан екі қатар, соңынан екі қатар оқып берейін. Ары қарай иншалла өздеріңіз оқисыздар. Жақсы ма? Бисмилля. Алимул ғойби. Уже мына жерде қараңыздар. Уасыл хамзасы тұрғандықтан мен қосып оқып жібердім. Алимул ғойби. Китабун марқумун. Яшхадухул муқаррабуна. Надоратан наими. Негізі мына жерде уасыл хамзасы болу керек, қыздар. Просто мынау кітапта жазылмаған, жақсы ма? Негізі уасыл хамзасы бар. Хисабан ясирон. Анин набаил азими. Мына жерде үш сөз тұр, міне. Қыздар көріңіздер ғой, бөлек-бөлек. Бірақ просто мен қосып оқып жатырмын, өйткені уасыл хамзасы негізі бар Құранда. Ортасынан. Ва тухиббуна ал-мала. Ятазаккарул инсану. Радиятам марудия. Енді соңынан бір оқатар. Раббана ла туахизна. Заликал яумул хаққу. Ва закара асма раббихи. Енді келесі беттен. Фәльятанафасил мутанафисуна. Анау мәттерді де сақтайсыздар. Би ахкамил хакимина. Түсінікті ғой? Хуал хайюл қайюму. Ла таъхузуху синатун вала наумун. Синатун вала наумун деп оқи беріңіздер. Әзірше кейін ережесін өтеміз. Сосын мына жерде қараңыздар. Хамзалы сукун тұр. Оның да ережесін білесіздер. Екпінді қатты ұрып оқимыз. Енді мына жерде қараңыздар ортасынан. Саббихисма роббика. Роббис самауати вал арды. Соңға қатар. Зул аршил маджиду. Сіздер зу әл-арши әл-маджиду деп оқысаңыздар да қате болмайды. Фи лаухин махфузин. Түсінікті ма? Осы екі бетті да мынаны 10 рет, ладно. И мынау бетті 10 рет оқисыздар. Сәттілік.